Электр станция. Электр станция жайында қысқаша мағлұматтар болады. Яғни электр станция дегеніміз электр энергиясын өндіруге арналған құрал-жабдықтар мен қондырғылардың, сондай-ақ осы мақсат үшін салынған құрылыстар мен ғимараттардың жиынтығы. Арнамызды қолдау ретінде тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Электр станциясының бірнеше түрлері бар. Соның ішінде су электр станциясы. Су электр станциясы электр генераторын айналдыратын гидравликалық турбинасы мен су ағынының механикалық энергиясына электр энергиясын түрлендіретін электр станциясы. Жылу электр станциясы жылу қозғалтқыштарының көмегімен жылу энергиясын электр энергиясына айналдыратын энергетикалық өндіріс орны. Атом электр станциясы ядролық электр станциясы деп те атайды. Атом ядросының энергиясын электр энергиясына айналдыратын қондырғы. Жел электр станциясы немесе жел паркі жел ағынның басқарылмайтын кинетикалық энергиясын электр энергиясына айналдырады. Күн электр станциясы электр энергиясын өндіру үшін күн радиосын пайдаланатын электр станция. Толқынды электр станция бұл толқындардың кинетикалық энергиясын электр энергиясын айналдыру үшін қолданылатын станция. Қысқаша ғана мағлұматы бар видеомыз ұнаған болатын болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.